Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде үй жағдайындағы өте дәмді және өте жеңіл дайындалатын бургер. Ол үшін бізге әрине бірінші бургердің өзіне арналған булочки қажет. Соус үшін кетчуп, майонез және горчица қолдандым. Және өзіңіз қалағанша әртүрлі бұрыштар қолдансаңыз болады. Мысалға мен сарымсақ, паприка, ақ және қара бұрыш қолдандым. Тұзды да ұмытпаңыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің соусымыз дайын. Мен сатып алдым. Бары осы. Қазір карантин кезінде табу өте қиын болып кетті. Бастысы котлетаңыз дәмді болса, барлығы да дәмді шығады. Ол үшін біз сарымсақты, қызыл бұрышты, қара бұрышты және тұзды араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін дөңгелек котлетаны келтіресіз. Және оны біз майсыз сковородкаға, міндетті түрде майсыз сковородкаға пісіріп алуымыз қажет. Ұзақ пісірмейсіз, бар жоғы әр бетін 2-3 минуттан. Пергаменттік қағазға сырды міндетті түрде ерітіп алыңыз. Ал енді барлығын жинай берсек болады. Әрине бірінші соус, жағдайындағы бургер өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.